Ал кайрылуу түн Асылдым, мындай бир пикир кетти болдум окуп. Биринчиден сиздер палашуу кандайда бир бейне көрмесеңиз, ол жалпы болжам болуп жүрөт. Агым солай келет жалпыга. Ар бейне сиздин туура сизге дал келүүі 5-тен 1, 10-нан 1%. Сондуктан мисалга сизге чыгып калган бейне болса, туура меники деп оны тикелей жүрөккө кабылдаудун кажети жок. Өйткөнү бул жалпы болжам. Эгер жеке болжам керек болса, номерим ар бейненин астында WhatsAppка чыгып кабарласаңыз болот. Әрине акылы. Ол бир. Экинчиден, карызга келетін болсак, мындай такырыпка айта кетейин. Не үчүн биз карыз аламыз, не үчүн биздин өмүрүбүздө карыз деген нерсе пайда болуп, не үчүн содан кутула алмай, не үчүн кредит жана карызга биз киремиз. Өйткөнү отбасыда шетинеп кеткен бөпелер бар, алдырып тасталган бөпелер бар, отбасыдан аластатылган бөпелер, болмаса кайтыс болгон, шетинеп кеткен, көбү кыршын кеткендер. Бул көбүнесе 20 жашка чейин әлі өмірін толық бастап үлгермеген жандар, отбасы әулетінде өз орнын таппағандар, солардың орнына бүйтіп кәдімгі апан болып тұрады. Сіз артық ішіп жей алмайсыз, артық киім кие алмайсыз, өміріңіздің бәрі қарыз болып өтеді. Өйткені анаңыздың көзқарасы, әкеңіздің күш қуаты, бүкіл жан дүние ауыртпалығы солармен кеткен. Егер олар да болмаса да, олар алдынан сондай ұрпақтар болған. Анау орындар, әулеттегі орында апан кәдімгі сұмдық ор болып тұр. Оны жабу үшін оларды қабылдау керек, әруақтарды тіктеу керек. Егер тірі болса іздеп тауып отбасыға қосу керек, араласу керек. Отбасы, әулет ол бір мынандай тірі ағза, мынандай ағаш кәдімгі бұта-бұталармен. Ол сіз бұтасын кесіп тастасаңыз да, ол қайтып жапырақ бүйтіп өседі. Өсіп өну керек адамзат. Нағашы жұрт болсын, өз жұртыңыз болсын, қыздар күйеуге тиіп өз еліне барғанда, қайын жұртына, ояқта да кәдімгідей жайқалып өсу керек. Сол орындарды толтырылмас болғаннан кейін сіз қарыз аласыз да, солардың қарыздарды беріп жүресіз. Өйткені бұл әлем материалдық өмір, әр нәрсе заңдылығымен. Сондықтан аруақты тіктеп қалу керек, әулетті сақтап қалу керек.